Сәлематсыздар ма гүлсүйер қауым? Мынау енді тағы да глоксиния гүлі. Менің биыл жапырақтан шығарған глоксинияларым, тұқымнан шығарған глоксинияларым гүлдеп мені қуантып жатыр. Міне глоксиния. Так. Глоксиния синий 4 ноябрьде отырғыздым. 3 рет пикировка жасадым. 16 декабрьде 3 раз пикировка жасадым. Значит, январь, февраль, март, апрельдің басы. Міне, мынандай болып гүлдеп жатыр ғой, керімді. Так, мынандай. Так. Мынау енді ашылып жатыр. Енді ашылып жатыр. Глоксиния лаванда. Бұл да сол кезде отырғызған. Действительно, кәдімгі пятнышкамен сыртында суреті осындай. Сондай болып ашылып жатыр. Так. Мына жерде мынандай түрі бар. Қақшиып тұр ғой. Әдемі, өте іші қызыл. Так, бұл глоксиния розовая. Розовая дейді, бірақ бұл да тұқымнан егілген. Мынау розовый ма? Ақ ортасы мынандай. Так. Мынаны көріп жіберейік. Так, бұл из листья клубни дейді. Бұл из листья клубни жапырақтан шығарған. Бұл махровый. Так, анау да махровый, мынаусы. Махровый. Так. Мына полкаде бар, мынандай қылып полкеге свет салып кеуім жасап берді. Міне, фитолампа жасап берді. Міне, так. Мына жерде бар. Қандай әдемі. Так, махровый, розовый, красный. Ну, как букет. Белый каймасымен. Так, мынау вообще красота, да? Әдемі, гүлдері крупный, мынаусы суы жатыр. Так, мынау ақ түрі. Ой, ақ түрі. Вообще тоже букет күшті, да? Әппақ. Енді осылардың картошкасын сахарайын кетіп алу керек қой енді. Так, мынау екінші рет гүлдейін деп жатыр. Мынау повторно гүлдейін деп жатыр. Осы жақында гүлдеп болды. Так, мынау да солай. Міне қайтадан шығып, мына жағындағы. Мынау повторно гүлдейін деп жатыр, олар розовый болды. Повторно гүлдейін деп жатыр. Мен бұларға қазір бочка деген удобрение құйып жатырмын. Бочка көрсетейін қазір. Міне мынандай бочка деген удобрение құйып жатырмын. Универсальный. Осыны құйып жатырмын. Так, мына глоксиния фитильный поливте тұр. Әлі атайын деп тұрған бутонмен глоксиниялар көп. Глоксиния өте керемет гүл. Өсіріңіздер, асыраңыздар. Қараш қандай қуантады, настроение береді. Міне осындай гүлдерімнің жағдайы.